ішкі есту жолы бізде ол ішкі есту жолын миатус акустикус интерни деп атаймыз. Ол негізінен самай сүйегінің пирамидалы бөлігінің артқы бетінде орналасқан, және де ол порус акустикусқа қарай бағытталады, өтеді, және де оның түбі фундус акустикус интерни болып табылады. Деген бұл суретте көрінбегенімен, жалпы қарайтын болсақ, негізінен осы миатус акустикус интерни осы медиоли мен вестибуляның сыртқы қабырғаларын құрауға қатысады, және де порус акустикус интернисінің жоғарғы қабырғасы мына жерде орналасқан арея вестибулярия супериорға сәйкес келеді, және де мұнда орналасқан торлы дақ, жоғарғы торлы дақ арқылы ішкі есту жолына өте аламыз. Келесі алдыңғы алаңы арея кохле деп аталады, ұлулық шұңқыр болады, және одан төменірек орналасқан оның төменгі қабырғасы бізде төменгі қабырғасы арея вестибуляри инфериорға сәйкес келеді, және де ондағы маскула криброса медиа оның төменгі қабырғасына кіреді. Осы ортаңғы торлы дақ арқылы, және де астыңғы оның артқы төменгі бөлігі біздегі мұнда орналасқан төменгі торлы даққа сәйкес келеді, яғни төменгі торлы дақ арқылы біз оның артқы макула криброса инфериор арқылы оның артқы төменгі бөлігіне өте алатын боламыз. Келесі ол криберс ұлу нерві, нервус вестибула кохлеарис деп атаймыз, және де бізде нервус вестибуля кохлеарис екі бөлімнен тұрады, екі тармақтан, олар кохлеарлық немесе ұлулық тармақ, және де вестибулярлық тармақтардан тұрады. Жалпы қарайтын болсақ, бізде мұнда ең бірінші осы нервус кохлея қарайық. Олар ең бірінші бізде мұнда орналасқан, мынау көріп тұрғанымыздай ганглион спиралиден басталып, мына жол арқылы каналис спиналис, мұнда жақсылап көрінген, міне каналис спиналис медиоли арқылы мұнда орналасқан ганглион, ол ең бірінші форамен нефросумға өтеді. Форамен нефросумнан ары қарай спиральды ағзаға өтеді. Ал керісінше ол спиральды ағзадан бізге форамен нефрос арқылы осы каналиске өтеді. Каналистен ол ганглион спиралиге өтеді, және де бұл арқылы мұнда көрсетілген ганглионнан олар мынандай каналдарға өтеді. Бұл каналдардың атын жаңа біз каналис лонгитудали медиоли деп атадық, және де ол арқылы бізде трактус спиналис фораминосусқа келеді де, ол осы ортаңғы бөлікті құрайды, ұлулық бөлік парс кохлеаристі құрайды. Ал келесі криберстік бөліс, ол парс вестибуляри деп аталады. Ол екі тармақтан тұрады. Криберстік бөлсе екі тармақтан тұрады. Оның біріншісі раму антериор, және де раму инфериор. Алдыңғы және де төменгі тармақтардан тұрады. Олар осы макула криброса супериор арқылы тармақтары ішкі порус акустикус интернуске қарай өтеді. Ең бірін порус акустикус интернуске өтеді. Ары қарай осы ганглион вестибуля, порус вестибуляны құрайды да, жаңа айтқан порус вестибулярлық және де ұлулық бөлімі порус вестибуля мен порус кохлея екеуі қосылып криберс ұлу нервысын түзеді. Нервус вестибуля кохлеарис деп аталады, және де ол осы нервус вестибуля кохлеарис ол миатус акустикус интернус арқылы порус акустикус интернуске барады, және де ол арея акустикада аяқталатын болып келеді. Дәмсезу ағзасы органон густус деп аталады. Дәмсезу ағзасы
үш нейроннан тұрады, және де ол үш нейроннан тұрады. Бірінші нейронға келейік. Бірінші нейронның өзі бізде мұнда тұрған үш түйіннен тұрады. Бірінші түйін ол ганглион генкули деп аталады. Ол негізінен мына жасылды қарайтын болсақ, ганглион генкули бізде тілдің шырышты қабатының үштен екі бөлігіндегі дәм сезу рецепторларынан басталып, жоғары қарай ганглион генкулиге бағытталады. Нервус интермедиус арқылы көпір понусқа келеді. Келесі екінші түйін ол 9-шы жұптың төменгі түйіні болып табылады, және де ол нервус мына жерде глоссофарангеус, яғни тілдің мұнда орналасқан тілдің шырышты қабатының жоғарғы үштен бір бөлігінен басталады да, міне жоғарғы үштен бір бөлігінен басталып ганглион инфериориске бағытталады. Осы арқылы бұл жерде сопақша миға бағытталады бұл. Және де үшінші жұп бізде мұнда орналасқан бөбешіктен басталып, бөбешіктің жанындағы дәм сезу рецепторларынан басталады да, мынау тұрған сары жолмен ганглион инфериус нервус глоссофарангейден сопақша миға қарай бағытталады. Және де сопақша мимен көпірде біздің барлық жаңа келген түйіндеріміз жинақталады да. Осы жерде бірінші нейронымыз бітеді. Нуклеус солитаристен. Нуклеус солитаристен бастап екінші нейрон басталып, ол екінші нейрон таламусқа қарай бағытталады. Таламусқа келгеннен кейін ол аяқталып, үшінші нейронын басталады. Үшінші нейрон бізде гурус парагиппокампалис арқылы дәм сезу нервтерін мынау тұрған ункустың маңына және гиппокамптың қатпарының маңына алып келеді. Бұл бізде дәм сезу талдағышының жолы болып келеді. Ал екінші иіс сезу ағзасы. Иіс сезу ағзасы бізде иіс сезу ағзасы органум альфакториус деп аталады, және де олар негізінен адамдарға қарағанда жыртқыштарда өте жақсы дамыған, ал адамдар мен басқа да микросоматикалық ағзаларда олар қатты орташа дамыған, ал және де олар редукцияға ұшыранған. Ал анасоматикалық жануарларда оларға дельфиндер жатады, оларда ұрықтың даму кезінде иіс сезу қабілеті жоғалады. Негізінен осы иіс сезу ағзасы бізде ең бірінші нейрон түзіледі. Ол негізінен мұрын иіс сезу ағзасы болып табылмайды, және де мұрынның жоғарғы мұрын қалқанында ол жақта арнайы шырышты қабат болады, және де ол жерде нелер болады, иіс сезу шумақтары болады, және де ол шумақтар жоғары қарай ламина криброса, яғни торлы сүйектің жоғарғы бөлімде орналасқан торлы қабат ламина криброса арқылы соның тесіктері арқылы жоғарыға өтіп, одан кейін олар бульбус альфакториуске өтеді. Және де осы жерде бірінші нейрон аяқталып, екінші иіс сезу тармақтары гломери альфакториде аяқталады бірінші нейрон, және де екінші нейрон сол жерден басталып неге қарай иіс сезу жолының сұр затының жасушалары, яғни тригонум альфакториумге қарай бағытталады. Және ол жерде субстанция перфората антериор және субстанция перфората антериор мен септум пелисидумда аяқталады.